Телетай, менің жан досым, қайдасың? Өзің қайдасың? Менің мына төрт бұрыш басымнан әбден күн өтті. Көшеде орындықта отырмын. Сарғайып, сені күтіп. Телетай, маған тез жет, шұғыл шаруа бар. О, құдайым-ай, өте қуаныштымын. 5 секундта жетем. Тура 3 секундта жеттім. 3 секундта жетем деп ұшырып түсірдің ғой. Өз сен қанша қылды болсаң да жол ережесін білмей кететін шығарсың. Жол ережесі адамдар үшін, ал мен роботпын. Қандай жаңалық бар, досым? О, біздің досымыз тұмар жоқ болып кетті. 2 күн болды, таба алмай қойдым. Қайда кетті екен? Темір досым, уайымдама, қазір табамыз. Қызық, мен оны ылғи тауып алатынмын. Ал бұл жолы ізі де жоқ. Әлде менің антивирусымды жаңарту керек пе? Көрдің бе, біздің досымызға бірдеңе болған сияқты. Телефонда жауап бермейді. Телетай, тұмарды жылдам іздеп табуымыз керек. Егер тұмар жамандыққа тап болса, мен өзімнің мына 4 бұрыш басымды ешқашан кешірмеймін. Жер ғаламшарына жеткен сияқтымыз. Сиқырлы глобус не дейді екен? Құдай берем десе молынан береді. Енді Алпанның көңілінен шығып, ең сүйікті қызметшісі болатын болдым. Иә, әлемдегі ең қатыгез сиқыршы. Ұлы мәртебелі Алпанның оң қолы, үздік қызметшісі инелік менмін. Әй, өзімде бір сымбатты жігітпін ғой. Инелік! Инелік дейді? Ол кім? Менмін ғой. Иә, ұлы мәртебелі сиқыршым, бара жатырмын. Бабати? Менің бөгде ғаламшарлық досым, сені күтпеген едім. Сәлем, Темір. Мен сені іздеп келдім. Сенің досың тұмарда ең қатыгез сиқыршы Алпан қамап ұстап отыр. Не? Сиқыршы Алпан? Мен оның сазайын берем. Досыма тиісетін болса, аямаймын. Ол ғарыш кемесімен жерге жақындап келеді. Не үшін? Ол жер ғаламшарындағы біраз қалаларды өз коллекциясына қосып алыпты. Енді Қазақстанға келеді. Біз Телетай екеуміз астанамызды ешқандай залым сиқыршыға бермейміз. Я, біз оған. Рахмет саған, Бабати. Сен бөгде ғаламшарлықтардың ішіндегі ең жақсы доссың. Әлемдегі ең қатыгез сиқыршы. Алпаным, әміршім, не қалайсыз? Инелік, көрдің бе, мен әлемнің барлық әдемі қалаларын мыңдаған езек кішірейтіп, бір ыдысқа сыйғызып жібердім. Әдемі емес пе? Енді бұлардың бәрі менің тұтқыным. Әлемдегі ең қатыгез сиқыршы әміршім. Алпаным, сіздің құдіретіңізде шек бар ба? Қанжығаңыз майланып, Қазақстанның да астанасын қосып алыңыз. Қазақстан?
Иә, әлемдегі ең қатыгез сиқыршы әміршім. Картадан Қазақстан деген елді тауып алдым. Астанасы әдемі екен. Қане, көрсет. Міне, мынау хан шатыр, мынау жаңа саябақ, мынау бәйтерек. Маған бәйтерек керек. Және қасындағы әдемі ғимараттардың бәрін аламын. Аласыз әміршім. Мен Қазақстанның астанасынан бір қызды ұрлап әкеттім. Кішкентай қызды қамап қойдым. Енді барлығын сол қыздан сұрап біліп алатын боламыз. Сиқырлы жәшігімді бер. Осы ор тоқмақтан көретін болдым. Тәрбие көрмеген ақымақ. Инелік, далашарды Қазақстанның астанасына бұр. Анау бос тұрған ыдысқа бәйтеректі қойып қоямын. Әлемдегі ең қатыгез сиқыршы әміршім. Айтқаныңыз болсын. Телетай, сен біздің отанымызды, әсем елордамызды қорғауға дайынсың ба? Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Жарайсың досым. Сен барда мен ештеңеден қорықпаймын. Құпия бөлмеге бірге кірейік. Құпия бөлмеге кірмегелі қанша уақыт өтті. Салым сиқыршыларға қазақ батырларының қандай болатынын көрсетейік. Бұл қаланың адамдары әлсіз екен. Біздің келгенімізді көріп қашып кетті. Енді қашпағанды ше. Сіз деген әлемдегі ең оңбаған сиқыршы емессіз бе әміршім? Сиқыршы әміршім, бәйтерегіңіз әне тұр. Тек әміршім, бұл қалада қорғаушы бар. Содан сақ болуымыз керек. Ол кім? Ертемір, 2-ші сыныпта оқитын бала. Сен немене? Мені 2-ші сыныпта оқитын жердің құртындай баламен қорқытайын дедің бе? Ол ешқандай жаудан қорқпайтын қазақ батырын айналып шыға келеді деп естідім әміршім. Нағыз қазақ батыры Ертемірдің досы болуға дайынсың ба?